Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен оп-оңай әрі жылдам жасалатын пирогтың түрімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен ситадан өткізіп алған, өлшеп алған ұнымызды ыдысымызға салып, одан кейін қантымызды саламыз, одан кейін қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін майымызды теркадан өткіземіз. Барлық майымызды осылай теркадан өткізіп аламыз, оңға аунатып отырып. Міне барлығын аунатып алдық. Енді қолдың көмегімен осылай жақсылап өстіп араластыратын боламыз. Ортасын ашамыз да. Енді 3 жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Тек сарысын ғана, ақ уызын бөлек алып қоятын боласыздар. Алдын ала енді қаймағымызды саламыз, барлығын жақсылап. Барлығын салып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап илейтін боламыз қамырымызды. Басында біраз бірікпеуі мүмкін, өйткені песочный тестолар майымыз неткеше осылай болады. Міне ең соңында осындай жұп-жұмсақ қамыр болады. Міне қамырымызды илеп болғаннан кейін пергаменттің үстіне бірден жаятын боламыз. Өйткені үлкен қылып жайып алғаннан кейін оны қағаздың үстіне төсеу қиын болады. Сондықтан осылай оқтаудың көмегімен төрт бұрышты қылып үлкен қылып жайып аламыз. Ақырындап оны листімізге саламыз, духовкамыздың шеттерін барлығын әдемілеп тегістейміз. Енді осындай любавенка менде сгущенный варенкасы, енді соның жартысын ғана пайдаландым. Енді сіздер өздеріңіз дәміне қарай салсаңыздар болады. Варенканың негізі осындай сапалы түрін пайдаланған дұрыс. Егер басқа түрін алып қойсаңыздар, пирогтарыңыздан ақ кетуі мүмкін. Сондықтан тек дептің немесе осындай любавенка сақылды вареный сгущенкаларды пайдаланайық. Енді оның үстіне алдын ала турап алған, сақтап турап, соның 80 граммды грек жаңғағын сеуіп шықтым. Енді оны шетке ала тұрамыз. Енді бағанағы алып қойған 3 ақ уызымызды оның үстіне өлшеп алған қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Белогымыз өз-өзін ұстағанша, қою болғанша миксерлейтін боламыз жақсылап. Міне белогымыз бізде осылай қоюланып, біраз аппақ болғанша осылай миксерледік. Енді оны бағанағы варенкамен үстіне жағамыз. Барлығын тегістеп жағып шығамыз. Достар, менің YouTube арнама тіркеліп қоңырауына басып қойыңыздар. Осындай керемет рецепттерді менің арнамнан таба аласыздар. Және төменде поделиться деген кнопканы бассаңыз, өздеріңіз жақындарыңызға, туыстарыңызға, кез келген чатқа жібере аласыздар. Енді осындай әдемілік үшін осындай миндальный лепесткесі ғой, соны сеуіп шықтық әдемілік үшін. Енді болмай жатса сеппей қойсаңыздар да болады. Енді қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз осыны. Міне пирогтарымыз пісіп шықты. Ортасында грек жаңғағы мен үстіндегі белогы мен көтеріліп тұрған пісіп шыққан пирогымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрулеріңіз керек. Одан кейін қайта-қайта жасайтын боласыздар. Дәмін енді сіздерге айта алмаймын, соншалықты дәмді болғанын сіздерге жеткізу мүмкін емес. Одан да жасап көріңіздер. Достар, мен YouTube арнамда күшті керемет рецепттердің бір жасағаннан шығатын түрлері бар. Каналыма тіркеліп қоңырауына басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай керемет рецепттер шығып тұрады. Және менің қазақша контенттегі видеомды қолдап, астыға лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, және поделиться деген кнопканы бассаңыздар, кез келген чатқа немесе достарыңызға жібере аласыздар.